Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай, дәмді тамақ жасаймыз. Бұл неміс халқының штрудель тамағы. Біздің орамаға, тұшпара секілді тағамдарымызға ұқсайды. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Әдеттегідей қамырынан бастаймыз. Ұнға тұз салып, араластырып, бір жұмыртқаны және суды құйып, қамыр елейміз. Қамырын шамамен жарты сағатқа тыңдыруға қоямыз. Ол тыңғанша пиязды турап, оған қызыл ащы бұрыш, қара бұрыш, кориандр, тұз салып араластырып қоямын. Сонда дәмдеуіштер пиязға жақсы сіңіп, дәмді болады. Одан кейін бетіне тартылған ет, бір бума жусайды турап, жай ғана салып қоямын. Енді пиязды, картопты, сәбіз, болгар бұрышын турап, дайындап қоямын. Жаңа дайындап қойған салмасының етін жусайын пиязбен араластырамын. Қамырды екіге бөліп, бір бөлігін ғана жұп-жұқа етіп жайып аламын. Қызып тұрған табаға пиязды қуырып алған соң, болгар бұрышын, сарымсақты салып, кішкене ғана қуырып аламын. Сәбізін салып, сәбізбен бірге дәмдеуіштерін саламын. Оны да көп қуырмаймыз. Содан кейін картобын салып, араластырып, тұзын салып, суын құямын. Су көкөністерді жауып тұратындай етіп құямыз. Осы жайылған қамырды екіге бөліп алдым. Оған дайындаған салмасын салып, жіңішке етіп орап, турап шығамыз. Ал екінші жартысының жартысын ғана пайдаландым. Қалған артылған қамырды кеспеге кептіріп қойдым. Кесіп алған ораманы көкөністердің бетіне қойып шығамыз. Суы қайнаған соң баяу отта 40 минут арасында пісіріп алдым. Бұл тағамның жасалуы оңай әрі өте дәмді шығады екен. Бізге қатты ұнады. Көріп тұрғандарыңыздай тұшпара мен мәнтіден әлдеқайда оңайырақ жасалынады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.